Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте тез дайын болатын күнжіт қосылған тәтті бауырсақ дайындайтын боламыз. Жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін 280 грамм ұн, 50 грамм май, 80 грамм қант және 2 жұмыртқа керек болады. Жұмыртқамызды шағып, қантымызды, сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды разрыхлителді қосып, електен өткізіп, қамыр илеп аламыз. Ұнымызды 2 бөлікке бөліп саламыз. Алдымен бір бөлігін, сосын қалған бөлігін салып, қамыр илеп аламыз. Қамырымыз жұмсақ болып, қолға жабыспайды, бірақ жұмсақ болып шығады. Қамырымыз майда, жұмсақ, қолға жабыспайды. Тындырып алдық. 10-15 минутқа 2 бөлікке бөліп, ұсақ бөліктерге бөлеміз. Бөліп алып, осылай шариктер жасап шығамыз. Бөліп алғаннан кейін барлығын түгелін осылай алақанымызда домалатып шариктер жасап аламыз. Екі шариктеріміз дайын. Енді бір ыдысымызға күнжіт, бір ыдысымызға су құйып аламыз кәсеге. Шариктерімізді бірінші суға, сосын күнжітқа ұнатамыз. Алақанымызда жақсылап ысқылаймыз. Мінекей осылай болып шығады. Күнжітіміз сыртына жабысып, түсіп қалмайды. Осылай дайындап аламыз. Енді майымызға салып, қызарғанша пісіріп аламыз. Қатты қызып тұрған майға салмаймыз. Жай қызып тұрған, енді қызып келе жатқан майға салып, асықпай, қызарғанша пісіріп аламыз. Іші барлығы пісіп шығады. Осындай қызғылт түске енгенше жай отта пісіріңіздер. Тым қызып тұрған май болса, іші шикі болып қалады. Осылай қуырып аламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қолжетімді, үйдегі бар заттармен жасалады. Дайын болды. Сүзіп аламыз майымыздан. Мінекей әдемі болып пісіп шықты. Чайға өте дәмді, жасап көріңіздер. Аз болсын.